Астана қаласының полиция департаменті елорда көшелері мен қоғамдық орындағы тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларын кешенің, оның ішінде вандализм актілерінің алдын алу бойынша жұмысты жалғастыруда. Мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігі елдегі тұрақтылық пен қоғамдық тәртіптің сақталуына ерекше көңіл бөледі. Биыл президенттің тапсырмасы бойынша вандализм актілері, қоғамдық және жеке мүлікті бүлдіру әрекеттерінің үшін жауапкершілік күшейтілді. Жыл басынан бері елорда әкімшілік кодекстің 147 бабы бөтінің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру бойынша полиция 120 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады. Мысалы, Шаймерден Қосшығұлұлы көшесінде ер адам шлагбаумда қасақана бүлдірді. Ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешіміне қала тұрғыны айыппұл салынды. Одан бөлек, жақында ғана қаламыздың тағы бір тұрғыны бұзақылық ниетпен республика даңғылы автобус аялдамасын әйнегін сындырды. Қабылдаған шаралардың нәтижесінде құқық бұзушы тез арада анықталды. Қазіргі уақытта осы факт бойынша қылмыстық кодексінің 293 бабымен сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Құқық бұзушы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сонымен қатар, ұсақ құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеу қағидатын іске асыру шеңберінде жыл басынан бері құқық бұзушыларға қатысты 1244 хаттама толтырылды. Құрметті азаматтар, сіздердің қоғамдық тәртіпті сақтауға және қала мүлкіне ұқыпты болуға шақырамыз. Кез келген құқық бұзушылық анықталып, соны жауапкершілікке әкелетінін ұмытпаңыздар. Ішкі тәртіп заңға және басқа адамдардың құқықтарына құрметпен қарау. Бұл қазақстандық қоғам ұмтылуға тиіс нормалар.